Құрметті достар, қазақша каналымды қолдап, комментарий жазып, лайк басып кетулеріңізді сұраймын. Садгурудың әңгімесінен қазақша аударма. Садгуру, өмірдегі қиындықтардан, қиын жоспарлардан қалай шығуға болады? Садгуру, сіздің өміріңізде қиын жоспар жоқ? Түсінікті етіп жауап бересіз бе? Қандай қиын жоспарды айтып отырсыз? Жұмысқа орналасу ма? Әлде қандай қызға үйлену ме? Қайда демалуға барам деп па? Үйленсем ба, әлде үйленбесем ба? Бәрі осының айналасындағы жоспарлар ма? Бұл қиын жоспар емес. Бұл майда жоспар ма? Әйел таңдап алуда? Бұл сенің өміріңдегі кішкентай ғана зат. Иә, бұл кішкентай ғана зат емес, бірақ жоспар ретінде кішкентай ғана жоспар. Иә, бұл сенің өмірің үшін маңызды шығар, бірақ бұл ешқандай да маңызы жоқ. Бұл тәжірибеден адамдар көп ғасырлар бойы басынан өткізген. Енді біздер бұдан үлкен көп әдісін алып үйренетін болдық қой. Иә, біз білеміз, кімге үйленсек те, қандай жұмысқа орналассақ та, ең басты біз оны қалай қабылдауымызда. Өмірдегі қандай қиындықтар болса да, сіз өзіңізге тәжірибе деп қабылдап, содан өзіңізге сабақ алып отырсаң, өміріңді жақсартасың. Өміріңдегі қиындықтарды қарғысқа да айналдыруға болады. Сіздің жұмысыңыз жаман жұмыс емес. Қандай жұмыс болса да, ештеңенің жаманы жоқ. Жұмыстан шығудың, я мүлдем айырылудың ешқандай жамандығы жоқ. Үйленудің, я болмаса ажырасудың, бойдақ болып мүлдем үйленбей қалудың да ешқандай жамандығы жоқ. Ештеңенің жамандығы жоқ. Бірақ адамдар, сіздер осыны үлкен қайғыға айналдырасыңдар. Егер бір нәрсе істесеңдер, қайғыға айналдырасыңдар. Тағы бірдеңе істесеңдер, тағы да қайғыға айналдырасыңдар. Міне, сіздердің жоспарларың осы. Сіз үйлендіңіз, бұл жаман ба? Жоқ, бұл жаман емес. Сіз үйленбедіңіз, бұл жаман ба? Жоқ, бұл да жаман емес. Сіз ажырастыңыз, бұл жаман ба? Жоқ, сіз жаман емес. Сіздер барлығын қиындыққа айналдырып, жаман деп қайғыға саласыңдар. Міне, сіздердің жоспарларыңыз барлығын қиындыққа, қайғыға айналдыруларыңызда. Тек қана осы қиындықты алып тастасаңыз, сосын басқа жоспар өзінен өзі жоқ болады. Осы қиындыққа, қайғыға айналдырып отырған осы ойдағыны алып тастасаңыз, қайғыны келтіріп отырған ойды алып тастасаңыз, басқа да жоспарларды қайғыға айналдырмайды. Сол кезде сіз құтыласыз қиын жоспардан. Егер сіз бұл өмірдегі жоспарды тек қуанышта қарсы алып өткізсеңіз, онда оның қиындығы қайда? Жоқ болады, жоғалады. Егер сіз үйлену, ажырасу, жұмыстан шығу барлығын тек қуанышта ғана өткізсеңіз, онда қиындық қайда? Жоқ болады. Онда қиын жоспар қайда? Жоқ болады. Егер барлығын тек қуанышта, жеңіл басыңыздан өткізсеңіз, онда өзіңді сезінбей тек қуанышта ғана өмір сүру керек пе? Бұл келесі қадам болады. Егер сіз қалай қуанышта болуды білмесеңіз, сіз өзіңізге
мақсат қоймаңыз, өзімді ағартамын деп. Сіз одан мүлдем алыстасыз. Қуаныш тек мидағы болатын құбылыс қана ма? Жоқ. Сіз шатастырмаңыз. Мидағы құбылысты өзіңнің өмірдегі байланыстыратын үлкен шаруалармен, істермен шатастырмаңыз. Қуаныш бұл тек қана мидағы құбылыс қана емес. Бұл тағы да сенің өміріңдегі атқарған істердің жақсы нәтижесін көрсететін дәлелдейді. Қуаныш бұл сондай түкке тұрғысыз майда зат па? Бұл мидағы құбылыс, бұл үлкен қиын жоспар. Солай емес па? Сіз кітабыңызда жазғансыз, егер қуанышты болу үшін кішкентай ғана жұмыс істесең болды деп, өміріңде деп. Егер мен өмірімде кішкентай ғана өзіме керек бір нәрсе істесем болды, мен соған қанағат боламын ба, әлде жоқ па? Өмірімнің соңына дейін. Жоқ, мен бұлай деп саған айтқан жоқпын. Менің айтқаным, егер саған істейтін жұмысың, жоспарың қиындық туындатса, мысалға өзіңді ағарту, тағы басқа, онда ол жоспарыңды ұмыт, ол саған мүлдем қол жеткізбейді. Егер сіз бұл өмірде қуанышта өмір сүре алсаңыз, онда сіз өмірдің сыртқы жағына да бара аласыз. Ал егер сіз мына өмірде қуанышта өмір сүре алмасаңыз, онда өмірдің сыртқы жағын айтудың қажеті де жоқ. Бұл мүмкін емес. Айтып отырмын, бұл мүмкін емес. Адам өзінің ішіндегі құбылыспен арпалысып жүргенде, онда қайдағы өмірдің сыртындағы құбылыс? Оны қалай атқара алады? Бұл мүмкін емес. Бұл жайында айтудың, сөз қылудың қажеті де жоқ. Ол үшін бірінші жұмыс жасау керек өзіңе, қуанышты адам болып жүру үшін. Сосын қалғаны өз-өзінен қарапайым болып қалады. Егер сіздің қуанышыңызға ештеңе кедергі жасамаса, онда сіз қолыңнан келгеннің барлығын жасайсыз. Қазір сіз ештеңе істей алмайсыз, өйткені сіздің қуанышыңызға қауіп төніп тұр. Қауіпте тұр. Сіз ойлайсыз, қалай дұрыс жасаған дұрыс деп. Сіздің өміріңізде ештеңе дұрыс емес, я болмаса дұрыс деген шешім жоқ. Егер сіз барлығын қайғыға айналдырмасаңыз, онда барлығы дұрыс жасадыңыз. Егер барлығын қайғыға айналдырсаңыз, онда барлығын дұрыс жасамадыңыз. Сондықтан бұл ең бірінші сіздің жоспарыңыз. Барлығын қайғыға айналдырмай қабылдау маңыздылығы. Ал содан кейін қалғаны ешқандай маңызды емес майда-шүйда болып қалады.